Қайырлы күн достар, сіздермен бірге алмадым. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін үй жағдайында қуырылған лагман, яғни томьямның рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан каналға қолдау білдіріп, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше бізге қажетті заттар: маринадталған ет, пекин капустасы, болгар бұрышы, чеснок, сельдерей, пияз және укроп. Алдымен барлығын турап аламыз. Видеода көрсетілгендей пекин капустасын жұқалап тураймыз. Болгар бұрышын 4 бұрыштап тураймыз. Одан кейін чеснок, сельдерей, укроп, пияз барлығын турап дайындап аламыз. Мен етті алдын ала маринадтап қойдым. Ол жайлы каналымда арнайы видео бар, содан көрсеңіздер болады. Алдымен қызып тұрған табаға май қойып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етті қуырып болғаннан кейін үстіне пияз қосып, тағы бір қуырып аламыз. Оның үстіне пекин капустасы, болгар бұрышын, томат, тұз, дәмдеуіш сеуіп, оны да қуырып аламыз. Араластырып қуырып болғаннан кейін үстіне дайын тұрған лагманның нанын салып, чеснок, сельдерей барлығын қосып араластырамыз. Сонымен томьямымыз дайын болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Толық құрамының мөлшерін видео астына қалдырамын. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.